Әлемде медициналық қалдықтарды өңдеу мәселесі өткір тұр. Әсіресе 2 жылға созылған пандемия кезінде ахуал ушыға түсті. Коронавирус басталғалы бері 200 мың тоннадан астам зиянды қалдық жиналып қалды. Ал оларды дұрыс сұрыптамаса қоршаған ортаға орны толмас зиян келеді. Они делятся по классификации А, Б, В. Медициналық қалдықтарды сұрыптаудың 3 түрі бар. Індет дендемей тұрып, медициналық ұйымдардың 30% өздерінде жиналған қоқыс түрін сұрыптауды білмейтін. Ал қазір тиісті талаптардың қатаң сақталуы міндеттеледі. Біз өзіміздің ғалымдар тобымен рекомендация жасадық. Бұл қоқыстарды қалай жинап, қалай сақтап, қалай өртеу керектігінде. Қауіпті қалдықтарды өртемес бұрын оны арнайы қорапқа салып тасымалдау қажет. Бірақ елде мұндай өнім түрін шығаратын кәсіпорындар жоқтың қасы. Талаптарымыздың бірі, оның техникалық сапасы жоғары болу керек, және де ақша жағынан үнемді болу керек. Бағасы тиімді, әрі сапасы шетелдік медициналық қораптардан еш кем түспейтін өнімді отандық мамандар жасап шығарды. Сұраныс жоғары. Бастысы, қауіпті медициналық қалдықтардың қоршаған ортаны ластауынан қорғайды. Өйткені дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы жаға ұстатарлық. Дамыған мемлекеттердің өзінде 10 медициналық ұйымның 3-еуі пайдаланылған заттарды сұрыптамайды. Ал дамушы елдерде 3 мекеменің 1-еуі ғана медициналық қалдықтарды дұрыс залалсыздандырады. Салдарынан онсыз да мәз емес экологиялық ахуал одан сайын ушыға түсуде. Мәселенің мән-жайын бүгінгі бағдарламада тарқатып айтамыз. Құлақ түріңіз, эфирде Эко-сана. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, пандемия кезінде қолданылған шприцтер мен екпеге арналған иненің қалдықтары арта түсті. Оларды салатын контейнерлерді қосқанда 144 мың тонна қоқыс жиналды. Бұған 87 мың тонна арнайы қорғаныс киімдерін қосыңыз. Ал ПЦР тестілеуге арналған медициналық қалдықтардың көлемі 2,6 мың тоннадан асып жығылады. Күнделікті қолданылатын бетперде мен арнайы қолғаптарды есептемегеннің өзінде ахуал осындай. Елде де жағдай мәз емес. Жыл сайын кемінде 20 мың тонна медициналық қалдық жиналады. Сондықтан оны сұрыптау мәселесі бізде де өткір тұр. Они делятся по классификации А, Б, В. Медициналық қалдықтарды сұрыптаудың 3 түрі бар. А тобына экологиялық қауіпсіз қалдықтар, ал Б тобына инфекцияланған қалдықтар жатады. В санатына аса қауіпті инфекциялық бөлімшелерден шыққан қоқыстар кіреді. Біз оларда салатын осындай қорапшаларды алу үшін шамамен 3,5 миллиард теңге жұмсаймыз. Медициналық қалдықтарды арнайы контейнерлерге салу арқылы залалсыздандыру керек. Бірақ мұндай қорапшалар елде көптеп шығарылмайды. Сол себептен сырттан әкелуге мәжбүрміз. Бірақ пандемия өршіген кезде арнайы құтыны елге жеткізу қиынға соқты. Әрине, медициналық қалдықтарды дұрыс сұрыптау мәселесі елде коронавирусқа дейінде өткір тұрды. Сол себептен 2018 жылы осындай қорапша шығаратын арнайы жобаны ғылым қоры қаржыландырды. Індетке байланысты бастама кейінге шегерілді. Өйткені шекара жабылып, қондырғыны жеткізу мүмкін болмады. Көптен күткен зауыт енді ғана іске қосылды. Өзіңіз білетіндей, медицина саласында өте көп қалдықтар болады. Ол қалдықтардың өзінің нормалары бар. Қалай олар сақталу керек, қалай олар өндірілу керек, қалай құрту керек. Сондықтан бұл қораптар күнделікті қажеттілік болғаннан кейін біз бұл қораптарды шетелден алып келеміз. Сондықтан бұл жоба өздерінің тапқан ойы осы еді. Өздерінің технологиясымен, өздерінің методтарымен осындай қораптарды шығару. Жалпы бұл біздің жобаның ең басты мақсаты ғылым саласында істеп жүрген біздің ғалым адамдарымыз өздерінің тапқан өнімдерін, технологияларын бизнес саласына өткізу, жайдан жай қалып қалмасын деп. Және де екіншісі ол импортозамещение. Ең бастысы біздің мақсатымыз өзіміз Қазақстан ішінде өзіміздің ғалымдар шығарған өнімдерді, технологияларды қолдану. Және де оны кейін басқа мемлекеттерге шығару. Тиісті жобаны іске асыру үшін 300 миллион теңге бөлінді. Оған қажетті жабдықтар алынды. Енді цех жұмысын бастағалы тұр. Талап әрине орындалу қажет. Біздің өнімдер қоқыстардың 3 түрлі класы болады. А, Б, В. Сол А, Б, В класына арналған қораптар шығарамыз біз. Сол талаптар бойынша.
Біз өзімізде негізі мынау ғылыми жағын айта кетсек, біз өзіміздің ғалымдар тобымен жаңа рекомендация жасадық. Бұл қоқыстарды қалай жинап, қалай сақтап, қалай өртеу керектігінде. Медициналық қалдықтарды сұрыптауға ғалымдардың басымдық беруінің бірнеше себебі бар. Өйткені бұл қоқысты дұрыс сұрыптап өртемесе, экологияға орны толмас зиян келеді. Жерге көмілген қауіпті инфекциялық заттар топыраққа тарап, сол арқылы ішіп жүрген жер асты суын ластауы мүмкін. Жер бетіндегі өсімдіктерді зақымдап, құстар мен құрт құмырсқа жәндіктерді улайды. Бұл аздай ауаға зиянды метан, азот, қорғасын, күкірт қышқылы сынды улы заттар тарайды. Салдарынан жан-жануарлар ғана емес, адамзат баласы да зардап шегеді. Казахстане. Бүгінде Қазақстанда қаптама жасау мәселесі өткір тұр. Біз көп нәрсені шетелден аламыз. Әрине, тамаққа арналған қаптамалар шығару оңай шығар, бірақ медициналық қалдықтарға арналған қорап жасайтын кәсіпорын елде жоқтың қасы. Сондықтан бізге осы жобаны ұсынған кезде оның экологиялық тиімділігін бірден аңғардық. Көптеген жобалардың ішінен бұған басымдық беруіміздің себебі осы. Цехта медициналық мақсаттағы қораптың екі түрі шығарылады. Олардың сыйымдылығы 5 және 10 литр. Кәсіпорын толық қуатына шыққан кезде сағатына 20 мың қорапша жасауға қауқары жетеді. Қазірдің өзінде шығарған өнімді Астана мен Алматыдағы медициналық ұйымдарға жөнелтіп жатыр. Коробки делаются специализированным. Әр қорапша 3 рет оралған қалың картон қаптамасынан жасалынады. Өйткені зиянды инфекциялық қалдықтарды дұрыстап сұрыптау керек. Қорапшаға заттарды салғаннан кейін де оны мықтап орау керек. Бұл ретте жоба авторлары қоқысты дұрыс сұрыптап, оны жоюдың екі тәсілін әзірледі. Қазір бұл әдісті оқу орындары мен медициналық ұйымдар қолданады. Кәсіпорын алдағы уақытта ішкі қажеттілікті толық өтемек. Жоба жетекшісі бұған қауқарымыз жетеді дейді. Тіпті шетелге де экспорттау жоспарда бар. Ішкі қажеттілікті біз әрине өтей аламыз, бірақ аумақтық жағдай бар. Радиусымыз 500 километрде радиуста барлығын қамтамасыз ете аламыз. Әрине бұндай өнімнің біраз бөлігі шетелден алып келінеді. Біздің басты мақсаттарымыздың бірі сол импортозамещение дейміз ғой. Сол импорттық тауарларды өзіміздің тауарға алмастыру. Жылына болғанда ол сұранысқа байланысты, және де біздің өндіріс қуаттылығымыз сағатына 20 мың данаға дейін шығара аламыз. Әр қорап орта есеппен алғанда 200 теңге тұрады. Бастысы сапаға аса мән беріледі. Өйткені онда салынған зиянды қауіпті инфекциялық қалдықтар қоршаған ортаға тарап кетпеуі тиіс. Кейіннен бұл қоқыстар арнайы орынға жөнелтіліп, сонда өртеледі. Мұнда барлық талап мұқият сақталуы тиіс. Әйтпесе бүкіл іс құрдымға кетеді. Осыны ескерген жоба жетекшілері алдағы уақытта медициналық қалдықтарды жою ісін қолға алмақ. Бұл медициналық қоқыстар көмілмейді. Бұл қоқыстар міндетті түрде өртелу керек. Еш нәрсесі қалмай. Кейін осы жобаның негізі жалғасы ретінде сол жобаны қарастырып жатырмыз қазір. Сол жоба бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Кейін өзіміз өңдейміз ба деген ой бар. Коронавирустың кесіріне мұхиттарға қосымша 26 мың тонна пластик заттар түскен. Халықаралық сарапшылар осылай деп дабыл қағуда. Ғалымдар 21 ғасырдың аяғына қарай пандемия кезінде жинақталған қалдықтар теңіз түбіне шоғырланып қалады дейді. Тіпті жағажайларда ластау мүмкін. Пластик қоқыстардың 46% бетперде кеуердісі сақталған Азия елдеріне тиесілі, ал 24% Еуропаның үлесінде. Қалған бөлігі солтүстік және оңтүстік Американың еншісінде. Ең сорақсы ғалымдар қоқыстардың 87%-дан астамы медицина қалдықтар екен айтады. Яғни бұл қоқыстар суды ластап қана қоймай, теңіз жануарларына да қауіп төндіреді. Сондықтан медициналық қалдықтарды өңдеу қазір жаһандық мәселеге айналды. Бұл ретте отандық ғалымдардың ұмтылысы құптарлық іс.